Сәлем менің YouTube каналымның көрермендері. Бүгін мен сіздерге өте дәмді ресторандағыдай пловты үйде қалай дайындау керек екенін көрсететін боламын және секреттермен бөлісетін боламын. Видеоны аяғына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен етімізді алып, қызып тұрған майға салып, осылай екі жағы қызарғанша өте әдемі етіп қуырып аламыз. Етті мен қатты майдаламаймын, қатты ірілетпеймін, осындай орташа кусок етіп, екі жағын бірдей етіп қызартып тұрып қуырамын. Етіміз қуырылып қалған кезде, осылай бір пиязды, үлкен пиязды алып, осылай турап етпен бірге қуырамыз. Одан соң дәміне қарай тұзын саламыз және тағы да жақсылап қуырамыз. Етіміз жақсылап қызарып қуырылғаннан кейін сәбізін саламыз. Сәбізін салып бірге тағы да қуырамыз. Және қазанның қақпағын жауып, астын жай қойып бірге бұқтырамыз. Сәбізіміздің суы шыққанша бұқтыратын боламыз. Осылай болгарский перецті, чеснокты, лавровый лист қосып жібереміз. Және осылай сәбіздің суы шыққанша тағы да бұқтыратын боламыз. Неге сәбізіміздің суы шығып күшті болып қуырылды, етімізде шамалы жұмсарды. Енді үстіне аздап су құямыз, бетінен етіп, сөйтіп біраз етіміз піскенше осылай жай қойып бұқтыратын боламыз. Одан соң етіміз пісіп жақындағаннан кейін күрішін саламыз. Және тағы да кішкене аздап күріштің бетінен 1-2-3 сантиметр асып тұратындай етіп су құйып жібереміз. Сөйтіп астын өте жай қойып, қазанның қақпағын жауып бастыратын боламыз. Сонда күрішіміз өте әдемі болып, күшті болып пісетін болады. Осылай және суы тартылғаннан кейін күрішімізді үйіп жинаймыз да, тағы да астын баяу отта тағы да бұқтыратын боламыз. Одан кейін біздің пловымыз дайын болады. Ас болсын достар, дәл осындай тәсілмен дайындап көріңіздер. Және пловыңыздың дәмді болып шығуы күрішке де өте тығыз байланысты. Сол себептен күрішті дұрыс таңдаңыздар. Мен Қызылорданың күрішімен пісіремін, өте күшті болып шығады. Ас болсын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазамыз. Етіміз піскеннен кейін осылай бөлек алып жақсылап тураймыз да, күрішімізді салып еттің үстіне турайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеом ұнаса достарыңызға, таныстарыңызға поделиться батырмасын басу арқылы таратсаңыздар болады. Достар, менің каналымда ыстық тағамдар, салаттар, тәттілердің, сусындардың түрлі рецепттері бар. Сол үшін каналыма подписаться етіп, лайк басып отырыңыздар.